Y-тен 36 мен 27-нің қосындысын азайтқан кезде 86 шығады деген осындай теңдеу, күрделі теңдеу бізде БЖБ-да және ТЖБ жұмыстарында кездесіп жатыр. Алдымен амалдарға қарап алайық. Алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады, бірінші амал. Одан кейін екінші амал. Енді біз осы күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыру үшін жақшаның ішін орындап аламыз. Сонда 36 мен 27-нің қосындысы 63-ке тең болады. Y азайту 63 тең 86 деп жазып аламыз. Ал енді осы жерде бізге қандай сан керек? Көп сан керек па, аз сан керек па? Ол жердегі белгісіз санымыз Y, ол бізге көп сан керек деп тұр. Ал Y-ті табу үшін біз 86 мен 63-ті қосамыз. Y-те 149 шықты. Енді тексереміз. 149-ды Y-тің орнына қоямыз. Сонда 149 азайту 36 мен 27-нің қосындысын азайтқанда 86 деп тексеруді жазып болғаннан кейін, енді 36-ға 27-ні қоссақ 63 болады. 149-дан 63-ті азайтсақ 86 шығады. 86 тең 86. Мінекей осылай шешеміз.